Сәлем, қалыңыз қалай? Не жаңалық? Жақсы. Гаухар ханым, сізде қандай результат болды? Марафонда соны айтып бересіз ба? Қандай чистка өттіңіз? Не жаңалық? Қандай өзгеріс бар? Қуана айтамын. Мен осымен 5 марафон өттім. 5 марафон, сосын астральный чистканы өттім, содан кейін изобилияны өттім. Мен өзім Астанада көп жылдар тұрып жатып, неше жыл бойы пәтер алмай жүргем. Енді бірінші марафон алған кезде мен енді ойлаған жоқпын сондай мықты результат болады деп. Мен бірінші марафоннан кейін бірден 2 бөлмелі пәтер сатып алдым Астанада. Вообще күшті результат болды. Мен өзім таң қалдым. Марафон кезінде айтып жатасыз ғой, намерение жасау керек, тілеуіңді тілеу керек, мысалға не керек, соны сұрайсың деген сияқты. Менде ондай ой болған жоқ, даже бір ештеңе сұраған жоқ. Мен тек қана өзім стресста жүресің ғой, үнемі. Стресс, бірдеңкені переживать етіп, бір өз жолдарын жабық тұрған сияқты, не істесен де даже уже ойда не тұрады да, ограничение бір болмайды деген болады ғой, сондай. И все. Содан кейін марафоннан кейін жолым ашылды ғой. Жолым ашылып, өзі берейін деп тұрған нәрсені мен алмай жүрген ғой. Марафоннан кейін сол жолым ашылып, бірден 4 күннің ішінде біз документ қолымызда болды ғой. Мен де сондай тез, бір тылсым дүниеден бір көмек болмаса, менің ойымша 4 күнде әркім пәтер ала бермейді. Содан кейін жалпы өзім көңіл күйім жақсарды. Бұрын ылғи бір негатив дейміз ғой, сондай бір ойлар келе беретін да. Бірден кейін қазақта айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс, жақсы ойландар деп. Қанша жақсы ойлайын десем де, любой жерден бір негатив тауып алатын. Білмеймін, ел көрмеген жерден мен тауып алатын ғой, тура. Суырып алатын. Бірдеңкені жақсы ойлап отырсам, ар жағынан уже бір жаман ойлар келіп жататын да. Өз жолымды өзім жауып, сондай бір іште бір сондай туыр кеткен деп айта алмаймын, бір енді қаралық болатын да, бір сондай. Соны жаман ойлардан арыла алмай жүргенде, сол марафоннан кейін өзі жақсы ойлар келе бастады. Өзім алдыма мақсат қойып, бірден кейін жақсы ойласам, сол жақсы ойлағандарым өзіме қайтып келіп жататын болды да. Жолым ашылып, вообще күшті болды мен. Содан кейін биыл мен мысалға өмірімде шетелге шығып көрген жоқпын ғой. Биыл шетелге барып келдім, қыдырып келдім, теңізге барып демалып. Әйтпесе ойлайтын, қайдағы? В общем, бірдеңке келсе, соны ылғи негативпен мен жауып тастайтын да өзім. Вот солардың барлығы бізге көзге көрінбейтін жамандар болады ғой, аттарын айтқым да келмейді. Солар бізге ылғи ой салып тұрады да. Өз ойымызды өзіміз жауып, вот солардан арылып жақсы болдым. Содан кейін біз Түркияға демалысқа барған кезде, менің жолдасымыз аяғы 1 жылдан бері ауырып жүр ғой. Сол дәл қайтатын күні таңертең аяғы тартылды да қалды. Не істерімізді білмей, енді 5 сағат самолетпен ұшуымыз керек. Одан кейін еще аэропортқа жететін жолымыздың барлығын салса, күні бойы уақыт өтеді ғой. Содан бірден өзіңізге звондадық қой. Осындай болып қалдық, көмек керек деп. Жолдасым менің бірден келісті. Бірінші марафонды бастап кетті ғой, бірінші марафоны болатын. Содан енді нөмірді жалғыз өзің қалдырып кеттім. 1 сағаттай уақыт алады ғой. Өзің тыңда, өзіңмен өзің демал деп. Сонымен без проблем жеттік қой. Аяғын сразу жіберді ғой, тартып тұрғаны. Содан кейін жолдасым менің уже қанша 2-3 марафон өтті ғой. 2 марафон, біреуінің БСВТ бар ғой.
позвоночникте өтті. Аха. Вот. Вообще негізі бір өмірге деген көзқарас адамда өзгереді да. Өзгереді, содан кейін тылсым дүниені өзің сезе бастайсың. Бұрында мен мысалға түстер көретінмін, бірақ түстерімді өзім ұқпайтынмын. Қазір түстерімді уже өзім жорып, өзім түсіне бастадым да. Енді көбінде енді естіп жатырмыз ғой, группада қыздарымыз бар ғой. Уже қасиеттері ашылып, адамдарды емдеп жатқан мысалға. Результаттар өте мықты. Мен енді өзім тек қана өзім денсаулық жағым жақсы болды. Вообще негізі былай алғанда бізде қазақта бұрыннан бар нәрсе ғой, мына көз, тіл деген. Оған сенетін адам бар, сенбейтін адам бар. Негізі көз, тіл деген өте жаман нәрсе. Мына кішкентай балаларды көп ешкімге көрсете бермейді ғой. Тоже көзде мысалға мен өзім жолдасымның кішкентай қарындасы бала кезінде енем айтып отырады, көзден кеткен ғой, кәдімгідей көз тигенде көз қотырлар шығып кеткен үстіне. Содан бала 6 айында шетінеп кеткен. Ондай нәрсе бар. Кейбір адамдардан да енді мен өзім каждый судит по-своему дейді ғой, мен ойлаймын, ана адамдар әдейі көзім тисін, әдейі қызғанып нетпейді, бірақ адамдардың өзінің бір энергетикалары болады да сондай. Көз тілден. Енді мен даже бір жақсы жұмыс істеп жүрген кезде, ой, да ты что, сен зарплатаң күшті десе, бітті жұмыстан шығып қалатын адамдар бар ғой. Ондайларды өзара айтып отырамыз ғой, анаған айтып едім, сөйтіп нетіп қалды, жолы болмай қалды, жабылып қалды деген. Ол шын мәнінде. Енді даже біз енді өзіміз қазақ емес, жалпы Средний Азияда сондайға сенетін адамбыз. Ол негізі дұрыс нәрсе. Себебі ол біздің өзіміздің қазақтардың дүние танымында бар нәрсе. Даже саудаға келген кезде, базарда тұрады ғой, ана кісілер келіп түтімен бүйтіп аластап жүретіндер болды ғой. Ол да дұрыс. Егер ол, это был не действенный метод, да, никто бы, например, этим не занимался. На самом деле это все работает, потому что есть энергетика, неше түрлі адамдар келіп кетеді, мысалы сенің бутигіңа, да, көз тиеді, тіл тиеді, кейбіреулер мысалға бағасына скидка жасама деп ренжіп, оның барлығы сол жерде жиналып қалады. Сол аластап шыққан кезде оның барлығы тазарады да. Мен өзім жұмыста отырған кезде медитация мысалға тыңдаймын да, сонда саудам жүреді мысалға. Оның барлығы рабочий метод негізі. Барлық энергетикадан тұрады ғой, энергиядан тұрады. Бұрында высокие вибрации деген кезде мен оны түсінбейтінмін. Айтыр өзім көрген жаңалықтардан не тауып алатынмын да, негативті. Бірдеңкеде жазып жатса, қайдағы деп осы, қайдан шықты екен деп, тура қып-қызылып конкретно негатив не жазып жіберетінмін да, комментарийді. Қазір өзім ұяламын негізі. Қазір онда мысалға шаруам жоқ. Ешкімнің несінде де шаруам жоқ. Мен негізі өзімдесіне бір керемет ешкімге тиісетін адам емеспін, бірақ негативке жақын болатынмын. Қазір ондайдан жақсы болып, өзің көңіл күйім жақсы. Одан кейін өзіңіз өзгергеннен кейін айналаңызда барлығы өзгере бастайды. Мысалға мен биыл қызым жақсы жұмысқа кірді. Оның да тай жұмысы жақсы. Сондай бір үйімде де аура жақсы болды. Көңіл күй жақсы. Уже бір жақсы ойлармен жақсы мақсат қоясың. Сондайда негізі марафонды өту керек. Көбінесе адамдарына негативта жүреді ғой. Басым ауырады, ана жерім ауырады, мына жерім ауырады деп барлығын 40 жылда жинап алған нәрселерін сүйретіп жүре береді. Ем жасаған кезде ем жүрмейді. Ондайлар да бар. Себебі адамның аурасы загрязненный. Адамның ең бастысы проблемасына мида ғой. Сол жерден шығады ғой барлық негативтің жинап алған 40 жылға. Соның бәрі тазарады. Мен өзім марафон алып отырған кезде бір керемет бір сезімде болам да. Тура кәдімгідей жүрегім ашылып, өмірге риза болып,
вообще күшті болады да. Денем бәрі болса, стресс деген нәрсе өте қиын нәрсе. Барлық аурулар сол стресстан басталады ғой. А қазіргі кезде стресспен жүргендердің, айтсаңыз 80% халықтың бәрі стресспен жүрген шығар. Бәрінің проблемасы бар, кредит бар, ана бар, мынау бар. Қазір өмір сондай болып кетті ғой. Шын, адамдар өмір жұмысқа барады, келеді, кредит жапсам болды. Мысалға мен өзім жақында ғана косметологқа бардым. Соның өмірге деген бар ғой, бір андай құлшыныс жоқ та, бір өмірдің алдына бір ештеңе күтіп тұрған жоқ. Мен енді өз менімен жасты, мен жасым 51-де. Мен дейді, осы алған кредиттарымды жауып кетсем, арттағы балаларыма қалдырмай, содан басқа тілегім жоқ дейді. Чу? Не өмір сонда сенікі? Сен күнделікті көзіңді ашып, оянып, мысалға да жарық дүниені көргеніне жол ашылады. Я міне марафон өткен адам жолын ашып жатқанын сіздерге айтып жатыр. Квартира алғанын, жұмысқа тұрғанын, депрессия, стресс бәрі кетеді. Марафон алсаңыздар. Марафон өткендерге, сами знают, вот өтпегендерге хочу сказать, проходите, вы будете все менять в своей жизни. Вы сами будете меняться, вокруг вас все будет меняться. Ваши мечты, которые вы мечтаете, но не получается, да, вот как я тоже хотела квартиру купить, все время мечтала, ходила, да, и мне казалось, қашан болады екен, да, а тут на тебе первый марафон прохожу, и на тебе квартира. Это же здорово же, да, тут чего-то не хватает, где-то что-то у вас перекрыто, денежный канал может быть перекрытый, да, жолдардың жабық тұрған шығар, а может быть ты сам себе негативом, своими мыслями перекрываешь себе дорогу. Вот это вот, вы же не знаете, с чем вам работать, да, и что вам мешает. А здесь во время марафона работает, вот это вот работает полностью, очищение идет, мысли, тела, духа вашего, жүректерін ашылады, вообще классно. Классно. И вы будете шагать в жизни, знаете, с радостью. Вы будете жить с радостью. Это здорово. Я вот это вот сама прошла, уже 5 раз прошла, и с каждым разом я чувствую, что я становлюсь лучше, что у меня мысли становятся лучше. Вообще я верю во все это. Я не вижу, конечно. Я вообще сама боюсь даже видеть. Если кто-то боится, например, и мы даже ничего и не показываем. Некоторые говорят, что ой, как они видят, выходит, сущность из них выходит, да? Я этого ничего не видела. Но я знаю, что это все есть, что это все работает, и это все с каждым разом, и слой за слоем вы очищаетесь. Даже, знаете, вот приходят иногда такие мысли, которые когда-то в детстве ты пережил, и ты забыл про это. Знаете, во время марафона вот это вот выходит, понимаете, это все прорабатывается. Это вообще здорово.